Bir байбатшаның үйінде жалшы жұмыс істеп жүріпті. Өмір бойы оған бел жаздырмапты. Жалшыға кәрілік келген кезде байбатша оны қуып жібереді. Көп жылдар бойы атқарған жұмысына көк тиын бермейді. Шал қапаланып, баса ауған жаққа кете барады. Сөйтіп бірде шал жол үстіне келе жатады. Пара чеккен байбатша оны қуып жетіп, қатарласа келіп, ат қосшысына тоқта дейді. Ат айдаушы атты тоқтатады. Байбатша арбадан түсіп, шал, дүниеде не тәтті деп сұрайды. Ұйқыдан тәтті ештеңе жоқ деп жауап береді шал. Байбатша ұзақ ойланып тұрады да, дұрыс айтасың, тегінде сен ақылды адамсың дейді. Байбатша қалтасынан 5 сомды суырып алады да шалға береді. Сөйтіп арбасында қайтадан отырып, ат қосшысына ілгері жүруге әмір етеді. Байбатша жаңада ғана дым бермей қуып жіберген жалшысының қандай адам екенін білмейді. Ал ат қосшы оны білсе де үндемей отыра береді. Олар келе жатады. Байбатша ат қосшыға, ат басын кері бұршы, шалдан дүниеде ең ақылды кім екенін сұрайын дейді. Шалға қайтадан оралып келеді. Дүниеде ең ақылды кім деп сұрайды байбатша. Сонда шал былай деп жауап береді. 1000 байдың арасынан 3, поптардың арасынан 1 ақылдыны әзер табасың. Ал шаруалар болса шетінен ақылды келеді. Олардың арасында ақымақтар сирек кездеседі. Шаруалар арасында ақылдылар неліктен көп? Оның себебі мынада. Байлар өз беттерімен ештеңе істей алмайды. Шаруалар болмаса олар аштан қалар еді. Байбатша теріс қарайды да, арбасына мініп ілгері жүріп кетеді. Келе жатады. Байбатша тағы да ат қосшысына, ат басын кері бұрш деп әмір етеді. Неге? деп сұрайды ат қосшы. Шал мені ренжітті. Егер ол мені есуас деп есептейтін болса, онда мен оның сазайын тартқызамын. Ат қосшы ат басын кері бұрады. Шал байбатшаның қайта бұрылғанын көреді, және де ол тегін бұрылмағанын да сезе қояды. Қараса, күзді келген алқапта бір қарағай құлап жатыр екен. Дауыл құлатқан қарағай бұтақтарымен жертіреп жатыр. Шал бет аузына қара батпақ жағатта бас киімін танымасын дегендей теріс айландырып киеді. Сөйтіп, құлаған ағаштың астына кіріп, оны жауырынымен көтеріп тұрған секілді бола қалады. Байбатша шалды танымайды. Ей жерлес, осы тұстан бір шал өткен жоқ па? деп сұрайды. Өтті. Анау орманнан арасып кетті. Бірдемеге асығып бара жатыр. Оның қай жаққа қарай кеткенін көрсетерім. Қолым тимейді. Мені көрмейсіз бе? Мына қарағайды арқама сап көтеріп тұрмын. Құлап жатса егінімді бүлдіреді ғой. Мен аш қаламын. Байбатша ұзақ ойланып тұрып, біз ерсілі-қарсылы жүре шаршадық. Мен қарағайынды көтере тұрайын. Ал сен жерлесім әлгі шалды тауып әкелші. Менің атымды доғарып, салт мінде шалды іздеші дейді. Шал атқа салт мінеді, жортақтата жөнеледі. Ал байбатша қарағайдың астына кіреді, оны тіреп тұра қалады. Сол сәтте шал қайтадан оралады. Сен неге қайттың? деп сұрайды байбатша. Екінші атыңды әкел, шалға мінгізейін, әйтпесе ол жаяу келмеймін деп қырсығып жүрер, дейді шал. Қолда дұрыс екен, екінші атты да ал, дейді байбатша. Шал екінші атты да жетегін алып, жортақтата жөнеледі. Байбатша қарағайды көтеріп, оларды күте қалжырайды. Шал сол кеткеннен оралмайды.
шақта байбатша тұрып, қап, деген-ай, мына оңбаған шал мені алдап кеткен екен ғой деп ойлайды. Байбатша қарағайдың астынан шыға келеді. Ал қарағайдың құлайтын түрі жоқ. Байбатша ат қосшысынан, мынау манағы бізді алдаған шалдың өзі емес пе екен деп сұрайды. Байбатша, мен оны сол сәтте соған ұқсатқанмын, бірақ айтуға батылым жетпеді, дейді атқош. Ақымақ, енді не істейміз? Аттарымызды шал алып кетті. Тым болмаса, арбамызды бірдеме қып үйге жеткізелік. Әйтпесе ол арбамызды да ұрлап әкетіп жүрер. Шал сол шақта помещиктің үйіне барып, байдың әйелін кезіктіреді.